Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мереке күндеріне жасалынатын салаттардың бірі винегрет салатын жасаймыз. Бұл салаттың жасалу жолын көбі кісілер білетін шығар. Сонда да каналыма салып қоюды жөн көрдім. Ең алдымен картопымызды суға пісіріп аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрыштап турап аламыз. Піскен сәбізімізді турап аламыз. Сәбізді де дәл солай 4 бұрыштап турап шығамыз. Қызылшаны да алдын ала пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай алдымен ұзынша, сосын 4 бұрыштап турап шығамыз. Барлығын бір ыдысқа біріктіреміз. Енді қиярымызды тураймыз. Қиярды да 4 бұрыштап турап шығамыз. Қиярымызды да саламыз. Енді тұздалған 40 қабат, яғни квашеный капуста және жасыл бұрыш, зәйтүн майы, дәміне қарай тұз, бұрыш, барлығын араластырамыз. Зәйтүн майының орнына жай сұйық майды қыздырып құйсаңыздар да болады. Салатымыз дайын, ұсына берулеріңізге болады.